Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тіл сабағы 2 сынып 68-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы амоним дегеніміз не? Бүгінгі сабақта сен амоним сөздерді ажыратасың және сөйлеуді қолданасың. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырасың. Амоним дегеніміз балалар, дыбысталуы бірдей, білдіретін мағыналар әр басқа сөздер амоним сөздер деп аталады. Мысалы, алма жеміс, алма қимыл атауы. Сен оны алма. Ал балалар, ендеше өткен тақырыпты қайталайық. Сөз дегеніміз не? Антоним сөздер дегеніміз не? Синоним сөздер дегеніміз не? Жарайсыңдар балалар. Ал енді келесі 14-ші жаттығуды мұқият қараңыздар. Мәтінді түсініп оқы, мәтінге ат қой. Балалар шу ете қалды. Таза жеңіс, таза жеңіс. Жарайсың Ертай. Бәрі Ертайды қаумалап құттықтап жатыр. Алпамыспен ешкімнің жұмысы жоқ. Күресті қызықтап қыздар да тұр екен. Ұят-ай, деп ойлады Алпамыс. Қыздардың көзінше жеңіліп қалғанымды қарашы. Сол оқиғадан бері Алпамыс күн сайын жаттығатын болды. Ертаймен қайта күресуге мықтап дайындалып жүр. Қазірдің өзінде Алпамыстың бұлшық еттері білеуленіп, денесі ширығып қалды. Алпамыс намысқой бала, болашақта ел мақтайтын жігіт болатын түрі бар. Ал қанекей балалар, біз осы 14-ші жаттығудағы мәтінге ат қояйық. Және де мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ертай мен Алпамыс не істеді? Кім жеңіске жетті? Алпамыс неге ұялды? Алпамыс қандай бала? Осы сұрақтарға жауап береміз. Балалар, 15-ші жаттығуға мұқият қараңыздар. Түс сөзінің әр мағынасына сөйлем құрап жаз. Түс әр түрлі бояу және де түс іс қимыл атауын білдіреді. Төменге қарасақ, балалар, мына жерде үлгі берілген. Үлгі бойынша қарап дәптерге жазамыз. Мадина қызыл түсті көйлек алды. Арман аттан байқап түс. Ал балалар, мына мысалдарды қарай отырыңыздар. Ал енді балалар, 16-ші жаттығуға мұқият қараңыздар. Сөздердің мағынасын түсіндір, олардың әрқайсысына 2 түрлі мағына білдіретіндей сөйлемдер құрап жазамыз. Бас, өкпе, ат, жүз. Төмендегі үлгі бойынша дәптерге өз мысалдарыңызды жазамыз. Ендеше балалар, 17-ші жаттығуға назар аударамыз. Көркем жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Дүкеннен біз іздедік біз. Бұл жерде бірінші біз деген сөз есімдік. Екінші сөздің мағынасы тоқыма тоқитын құрал. Екеуі де бірдей айтылады, жазылуы да бірдей, бірақ мағыналары мүлдем басқа амоним сөздер. Ал енді балалар, 18-ші жаттығуға мұқият қараймыз. Үй жұмысы, ойлан тап. Мұз айдынында 7 бала асыр сап жүр сырғанап. Сырғанамай 2 бала жағалауда тұр қара. Енді осы бар баланың санын айтсаң жарадың. Балалар, бұл жерде қарамен берілген қара деген сөздің амонимін табатын боласың. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.